Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қабылдаған құжаттарының бірі ас беру мәдениеті. Бұл құжатта қазақтың дәстүрі ретінде қалыптасып кеткен шариғатпен байланысы болған, дүниеден өткен адамның артынан сауап болсын деген ниетпен берілетін құдайы астың қалай берілу керектігі жөнінде, оған қатысты нақты ережелерді бекіткен құжат болып есептеледі. Сіздерге сол құжаттың ішінде айтылған негізгі мазмұнын таныстыруды жөн көріп отырмын. Жалпы құжатта негізінен басында бірінші осы құдай астың анықтамасы қандай, сол жөнінде тоқталып өтеді. Кейін бұл осы құдай асты берудегі мақсат не, одан кейін өзектілігі, одан кейін тарихи түсінігі, кейін құдайы ас берудің мәні, халық дәстүріндегі құдайы астар, құдай ас берудің діндегі орны, әдет ғұрыптың жаңаша сипат алуы, құдайы ас беру мәдениетінің негізгі 7 тірегі деген секілді осындай тақырыптар қамтылған. Жалпы құдай ас, жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, ол дүниеден өткен адамның артынан сауап болсын деген мақсатпен берілетін асты айтамыз. Бұл өңірлерге байланысты әртүрлі атаулармен аталуы мүмкін. Мысалға біздің батыс Қазақстан жерінде садақа деп аталады. Ал басқа жерлерде мысалға жабдық деп, береке жинау немесе хатым өткізу деген сияқты атаулармен аталып жатады. Енді осы біз жоғарыда айтқан осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қабылдаған құжатының негізгі мақсаты ол Қазақстанның барлық аймағында шариғат шеңберінде салт дәстүрімізді ескере отырып, отбасылардың әлеуметтік жағдайына салмақ салмайтын және ысырапқа жол бермейтін құдайы ас беру мәдениетін қалыптастыру және насихаттау. Құдай ас беру ата-бабамыздан келе жатқан халықтық дәстүр мен ұлттық мәдениетіміз болғандықтан, оның бүгін заман талабына сай кейбір тұстарын бірізділікке келтіріп, келешек ұрпаққа аманат етіп тапсыру. Міне осы жоғарыда айтып отырған құжаттың болашақта алдағы уақытта біз ішінде айтылған тақырыптар бойынша егжей-тегжейлі тоқталатын боламыз.